Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер? Бүгінгі семинарда бастауыш сынып оқушыларының функционалдық сауаттылығын қалыптастырудың инновациялық әдістеріне тоқталып өтемін. Қазіргі білім беру жүйесінде функционалдық сауаттылыққа көп көңіл бөлінген. Функционалдық сауаттылық дегеніміз не? Функционалдық сауаттылық дегеніміз ол оқушылардың алған білімдерін күнделікті өмірде қолдана білуі. Бастауыш сыныпта бұл дағдыны қалыптастыру келешек тұлғаның ойлай білуіне, өздігінен шешім қабылдауына берік негіз қалайды. Функционалды сауатты оқушы қандай болу керек? Біріншіден, ол сыни тұрғыда ойлай білу керек. Ақпаратты талдауға, сұрақтарды қоюға және білімді жай ғана қайталамай өз пікірін қалыптастыруға қабілетті. Мәселелерді шеше білу керек, яғни алынған білімдерін нақты өмірлік жағдайлармен міндеттерді шешу үшін қолдана біледі. Мысалы, жай ғана формулаларды, ережелерді жаттап қана қоймай, соны күнделікті өмірде қолдана білу керек. Идеяларды білдіреді, яғни өз ойларын ауызша да, жазбаша да еркін және анық тұжырымдап, өз ұстанымын дәлелдей білу керек. Жауапкершілікті мойнына алады, яғни іс-әрекеттері мен шешімдерінің салдарын түсінеді және қабылдайды, дербестік танытады. Енді мен сіздерге өзімнің тәжірибемнен математика сабағында аудан деген тақырыпты өткен кезде функционалды сауаттылыққа байланысты қолданатын есептерімді айтып өтейін. Яғни математикада оқушыларға шағын жобалау әдісі арқылы функционалды есептерді ұсынамын. Яғни бөлмені жөндейміз, яғни оқушыларға нақты өмірлік жағдай ұсынамын. Бұл жерде оқушылар бөлменің берілген өлшемдері арқылы ауданын есептейді, практикалық шешім шығарады. Мұнда күтілетін нәтиже оқушылар математика формулаларын нақты өмір жағдайында қолданады, пропорцияны, бөлуді, ауданды есептеп жобалау дағдысын дамытады. Өз шешімдерін сыныпта көрсету және дәлелдеу арқылы олардың коммуникациялық дағдылары артады. Яғни есептерді берген кезде балалармен біз топпен жұмыс жасаймыз. 4 топқа осындай есептерді ұсынамын. Мына жерде слайдта көріп тұрғаныңыздай, бірінші топқа мысалы еденді жабу, яғни осы есепті орындай отыра оқушылардың функционалдық дағдылары қалыптасады, яғни олар ауданды табу формулаларын өмірде қолданады, өлшем бірліктерімен жұмыс жасайды, практикалық есептеу дағдылары дамиды, олардың логикалық ойлаулары, материалды тиімді жоспарлау және шешім қабылдау оларда осындай дағдылар дамиды. Екінші топқа мысалы қабырғаларды бояу, яғни осы жердегі есептерді шығара отырып, мына берілген бұл есептер бәрі күнделікті өмірмен байланысты есептер. Функционалдық сауаттылыққа осы есептерді шешкен кезде олар периметрді, ауданды есептейді, көбейту қосу амалдарын өмірлік есептерде қолданады, шығынды алдын ала жоспарлайды, аналитикалық ойлайды, нәтижесін болжайды. Үшінші жобаны жоспарлау, яғни бөлмені үшінші есеп, осы сайттағы есепте қарасаңыздар, үшінші топқа берілген есепті. Бұл жерде оқушылардың мынандай функционалдық дағдылары қалыптасады, яғни кеңістік ойлайды олар, аудан салыстырады, жоспарлау мен модельдеу, дизайнерлік және шығармашылық ойлау, тиімді шешім қабылдау, топта талқылау арқылы олардың коммуникациялық дағдылары қалыптасады. Төртінші топта олар диаграмма жасайды, яғни бұл жерде оқушылардың ақпаратты сызба, диаграмма түрінде ұсынады. Бұл жерде деректерді талдайды, салыстырады, қорытынды шығарады, көрнекілік арқылы ойларын жеткізеді. Және де осы есептерді басқаша
рөлдік ойындар арқылы да беруге болады. Бұл жерде оқушылар әртүрлі рөлдерді алады. Дизайнер, құрылысшы, есепші деп, мысалы, сен дизайнерсің, бөлмеге жиһаз орналастыру қажет. Әр жиһаз қанша орын алады, бос орын қанша деген сияқты функционалдық сауаттылық коммуникациялық дағдылар мен есептеу қабілетін, бұл жерде есептеу қабілеті дамиды оқушыларда. Сосын сызба арқылы да есептерді беруге болады. Осы мәтіндік есепті оқушыларға сызба арқылы түрінде көрсету. Мысалы, оқушыларға бау-бақтың жоспары беріледі, әр бөліктің ұзындығы мен ені жазылған. Олар ауданын есептеп, гүл егу немесе ойын алаңын бөлу керек. Бұл жерде көрнекілікті қолдану арқылы есепті олар өмірмен байланыстырады. Так. Мен сіздерге тек қана математика сабағында аудан тақырыбына қолдану туралы айтып жатырмын. Негізінде бастауыш сыныптың әр сабағында осы функционалдық сауаттылықты қолдануға болады. Қорыта келгенде, бастауыш сыныпта функционалды сауаттылықты дамыту арқылы оқушылар математика мен логикалық ойлауды өмірлік жағдаймен байланыстырып қолдауды үйренеді. Жобалау және шешім қабылдау дағдылары дамиды. Өз шешімдерін дәлелдеп, топта пікірлесу арқылы коммуникациялық қабілеттерін жетілдіреді. Білімін күнделікті өмірде пайдалана білуге дайындалады.